Сәлеметсіңдер ме менің сүйікті бүлдіршіндерім? Сәлеметсіз бе, Назигуль апай? Балалар, бүгінгі біздің іс-әрекетімізге қонаққа Айтжан Қабеновна апайымыз келіп отыр. Қане сәлем берейік, балалар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәттілік тілеймін сендерге. Балалар, бүгін аптаның нешінші күні? Бесінші күні. Ал аптаның 5-ші күнін біз қалай атайды екенбіз? Қасиетті жұма. Қасиетті жұма деп атайды екенбіз. Ақылды екенсіңдер балалар. Осы қасиетті жұма күні біз өзімізді мейірімді, тәртіпті етіп ұстайды екенбіз. Қатты дауыспен сөйлемейді екенбіз балалар. Және қасиетті жұма күні балалар, біз бұл дүниеден өтіп кеткен ата-бабаларымызды еске алады екенбіз. Ал бүгінгі жұманы біз Абай атамызға арнайды екенбіз. Балалар, суретте кім бейнеленген екен? Қане? Абай Құнанбаев атамыз екен. Дұрыс айтасыңдар балалар, ақылды екенсіңдер. Абай Құнанбаев атамызды бүгін еске түсіреміз. Балалар, Абай Құнанбаев атамыз ақын болған екен. Әрі жазушы болған екен. Әрі аудармашы, философ, әрі өзінің жазған өлеңдеріне музыка шығарған екен. Демек, Абай атамызды біз композитор десек те болады екен, иә балалар? Балалар, Абай атамыз Семейдің Шыңғыстау деген жерінде дүниеге келген екен. Әкесінің аты Құнанбай, шешесінің аты Ұлжан екен. Балалар, Абай атамыз артына ойлы және мәнді өлеңдермен бірге өзінің дана қара сөздерін мынадай кітаптарға жазып тастап кеткен екен, бізге өсиет етіп тастап кеткен екен. Енді осы қара сөздерін балалар, қане біз еске алайық. Балалар, Абай атамыздың дана сөздерінің бірі мынандай екен. Адам 3 нәрседен қашу керек дейді. Біріншісі дейді, надандық дейді. Балалар, надандық дегенді біз қалай түсінеміз? Міне мысалы сендер балабақшада біліммен сусындалып жатырсыңдар, иә? Одан кейін мектепте жақсы оқуларың керек. Мектепті бітіргеннен кейін жоғарғы білім мекемесінен сендер білім аласыңдар, иә балалар? Ал білімі жоқ, тәрбиесі жоқ адамды біз надан деп айтады екенбіз, иә? Міне Абай атамыз осындай надандықтан қашу керек депті. Ал екіншісі дейді, жалқаулықтан, еріншектіктен қашу керек деген сөзді қалай түсінеміз балалар? Сендер білім алғандан кейін не істейсіңдер? Еңбек етіп, табыс табасыңдар дейді. Балалар, ал жалқау, еріншек адам табыс таба алады ма? Жұмыс жасай алады ма? Жоқ, әрине, иә балалар? Соны айтып мінекей бізге жазып кеткен екен. Ал үшіншісі дейді, залымдық дейді. Балалар, залымдық дегенді біз қалай түсінеміз? Адам бір-біріне мейірімді болу керек дейді. Бір-біріні ренжітпеу керек дейді. Бір-біріне жамандық жасамау керек деп айтыпты, иә Абай атамыз? Балалар, сендер бір-біріңмен қалай қарым-қатынастасыңдар топта? Бір-біріңмен доссыңдар ма? Иә. Ойыншықтарыңмен бір-біріңмен алмасасыңдар ма? Иә. Ал егер ярасы сенің досың құлап түссе, сен қолыңды беріп, көтеріп, көмек көрсетесің бе? Иә, әрине, иә? Мінекей соны айтып, бізге Абай атамыз түсіндіріп кеткен, жазып кеткен мінекей балалар. Балалар, Абай атамыздың тағы да бір
дана қара сөздері бар екен. Қане қандай сөздерді өсиет қылып бізге тастап кеткен екен. Қыздарымыз айтып берсін, қане тұра қойыңдар. Нұрай мен Айлин айтып береді, қане. Адам ата-анасына туғанда естіп болмайды, естіп, көріп, татып, ескеше дүниедегі жағымызды танымайды. Жарайсыңдар, қыздар, отыра ғой. Балалар, біздің елімізде көптеген халықтар, ұлттар өкілдері тұрады екен. Ал қандай өкілдер біздің елімізді мекендейді екен, балалар? Қандай ұлттарды біз білеміз? Қане? Қазақ, орыс, татар, украин, поляк, Қытай да бар екен. Міне Ерасыл дұрыс айтып тұр, мінекей. Қараңдар, бір шаңырақтың астында, балалар, біздің елімізде көптеген ұлт өкілдері тұрады екен. Ал олар қандай қарым-қатынаста екен, балалар? Айтыңдаршы. Олар бір-бірімен дос екен. Дос екен. Керемет, жарайсыңдар, балалар. Мінекей, осы туралы да біздің Абай атамыз бізге айтып кеткен екен. Балалар, Абай атамыз біздің еліміздің бірлігін де мінекей айтып кеткен екен өзінің өлеңдерінде. Тату ел, берекелі ел, көрікті, сұлу болады деп айтып кеткен екен. Ол жайлы атамыз не айтты екен? Қане бізге Алина айтып берсін. Алина, қане Абай атамыздың өлеңін айта ғой. Берекелі болса ел, Жағасы, жылы жүзілі ол верков, жапырағы, жапырағы жайқалып, бұлатыды шықса жел. жарайсың, балалар, шапалақ шалайық. Ал балалар, бір жылда неше мезгіл бар екен? Төрт мезгіл дұрыс. Қане атап өтейікші? Жарайсыңдар, балалар. Осы төрт мезгілге де арнап Абай атамыз бізге өлеңдер жазып кеткен екен. Қане Абай атамыздың өлеңін айта ғой. Берекелі болса ел, Жағасы, жылы жүзілі ол верков, жапырағы, жапырағы жайқалып, бұлатыды шықса жел. жарайсың, балалар, шапалақ шалайық. Ал балалар, бір жылда неше мезгіл бар екен? Төрт мезгіл дұрыс. Қане атап өтейікші? Жарайсыңдар, балалар. Осы төрт мезгілге де арнап Абай атамыз бізге өлеңдер жазып кеткен екен. Қане еске түсірейікші, балалар? Недолго там пауза оқыған жоқ па? Осы төрт мезгіл туралы, балалар, Абай атамыз не деп қандай өлеңдер жазып кетті екен? Қане Мұхаммед келе ғой. Жыл мезгілдері туралы Мұхаммед өзінің өлеңін айтып берсін. Абай атамыздың жаттаған қане? Айта ғой. Kız konar bu kimden biri zaten sabırsız Өсірсе, ışısı күз. kışına bilirdi. Жарай. Балалар, Абай атамыздың қыс туралы да өлеңі маған өте ұнайды. Айнала аппақ қар, балалар сырғанап ойнайды екен, су қатып мұз болады екен. Қысқа арналған тақпағын бізге Ерасыл айтып берсін. Келе ғой ортаға, Ерасыл.
Üstü basaklısı baskan dil gelip kaldı. Keremет, жарайсың, балалар, қолдайсың сендерді. Енді қараңдар балалар, Абай атамыздың жаз туралы да өлеңі өте әдемі екен. Жазда күн жылынып, жемістер піседі екен балалар. Құстар ән салып, ағаштарға қонады екен. Ал жаз туралы өлеңін бізге Ева айтып берсін. Қане? Қолына суретті ала ғой. Қатыра. Жаздыгун шилде болғанда, көкорай шағын байшишек. Ұрзарып ұсып толғанда, көріп жатқан өзінде, көшіп ауыл қорғанда. Жарайсың, Ева. Керемет, балалар. Қолдау көрсетеміз. Балалар, бүгін біз қасиетті жұма күні кімді еске алдық, балалар? Кімге үйленген? Иә, Абай атамызды бүгін еске алдық. Көптеген өлеңдерін жаттап алып, неке ортаға шығып айтып бердік, иә? Ева, сен қандай мезгіл туралы айттың? Жаз мезгілі туралы айттың. Ал Ерасыл, сен қандай мезгіл туралы айттың? Қыс мезгілі туралы айттың, иә? Мұхаммед мезгілдер, 4 мезгіл туралы айтты. Ал мына әдемі қыздарымыз Абай атамыздың қара сөздерін жаттап ортаға шығып айтып берді. Ал Айлин еліміз туралы айтты. Жарайсыңдар, балалар. Мен сендерге, балалар, Абай атамыз өзінің туындыларына, өзінің өлеңдеріне музыка ойлап шығарған деп айттым, иә? Ал енді мен сендерге, балалар, Абай атамыздың көзімнің қарасы деген бір жақсы әні бар. Соны бір 4 жұмағын сендерге айтып бердім. Тыңдайсыңдар ма? Иә! Қараңдар балалар, қандай әдемі ән. Көзімнің қарасы, көңілімнің самасы, бітпей дау іштегі ғашықтың жарасы, бітпей дау іштегі. Ұнады ма сендерге? Балалар, сендерге алғысым шексіз. Бүгін Абай атамызды еске алып, қаншама өлеңдерін жаттап, қара сөздерін ортаға шығып айттыңдар. Мінекей, мен сендерге мадақтама қағазын, марапаттау қағазын дайындап қойдым, балалар. Мінекей, Абай Құнанбаевтың 180 жылдығына орай ұйымдастырылған, әлем таныған Абай атты, Абайдың қара сөздері мен өлеңдерін мәнерлеп оқу іс-шарасына белсенді қатысқаны үшін сендерге мынандай марапаттау қағазын тарқатамын. Балалар, биыл біздің Абай атамызға неше жыл екен? 180 жыл екен, балалар. Міне марапаттау қағазын Сырым Мұхаммед тұра ғой орныңнан. Марапаттау қағазымен сені міне құттықтаймын, балам. Отыра ғой, айналайын. Және Нұрғалиева Нұрай. Жарайсың, Абайдың қара сөздерін керемет жаттап алыпсыңдар. Михневич Ева. Балалар шапалаңыз. Құттықтаймын, Ева. Жарайсың. Қалымбек Ерасыл. Құттықтаймын. Керейбай Айлин. Жарайсың, Айлин. Керемет жаттап келіпсің қара сөздерін Абай атамыздың. Және Алинаны, тұра ғой, Алина. Алинаны құттықтаймын. Жарайсыңдар, балалар. Не деуіміз керек екен Назигүл апайға? Рахмет. Ал енді балалар, бүгінгі еске алу іс-шарамыз өз мәресіне жетті. Мен сендерді Абай атамызға дұға жасап, алақанымызды ашып, еске түсіріп, мен бүгін 7 нан пісіріп әкелдім. Осы 7 нан мен бетімізді сипап, Абай атамызды еске алып, шай ішейік. Иә, балалар? Иә. Жарайсың. Балалар, Абай атамыздың 180 жылдығына мынандай кішігірім, кішкентай ғана
көрме дайындап қойдым сендерге. Міне балалар қараңдар. Міне Абай атаның газет парақшасынан алынған суреттері. Мынандай суреттер балалар ешқандай жерде жоқ. Абай атаға басқа ақындар да көп өздерінің өлеңдерін арнаған. Қараңдар, міне Мағжан Жұмабаев атамыз да өзінің әнін арнаған екен. Енді қараңдар, міне жаңағы сендер айтқан өлеңдер, мінекей қыс мезгілі туралы, жаз мезгілі туралы өлеңдерін мінекей бұлай жылжымалы папкаларға мен салып қойдым. Міне Абай ата туралы мінекей көптеген мазмұндама, рефераттар жазылған, кітаптар міне басылып шығарылған. Мінекей Абай атамыздың қара сөздерге бүгінгі міне қыздарымыз айтып берген. Енді қараңдар, Абай атамыз көптеген мына көрші еліміздің көптеген классик жазушыларының, өзі сияқты ақындарының кітаптарын аударған. Қараңдар, міне қазақ тіліне, орыс тіліне, қазақ тіліне, міне Александр Сергеевич Пушкин деген керемет орыс ақынның барлық шығармаларын, өлеңдерін мінекей қараңдар, орыс тілінен қазақ тіліне аударып шығарған. Демек, Абай атамыз осындай да еңбек атқарған екен балалар. Мінекей Абай атаның қара сөздері жазылған кітаптар мінекей. Көрдіңдер ме, басылымға шығарған. Мына кітапқа қараңдар, мінекей керемет суретімен басылған кітап, иә? Мінекей. Ал енді Абай ата туралы басқа ақындар не деп жазды екен? Міне қараңдар. Ұлылығын бәрі де мойындаған, бір өзіңе бас еді ұлы далаң, данасы да, дарасы да қазақтың, өлеңіңді жатқа айтады әрбір балаң деп жазған екен мына өлеңде. Балалар, қараңдар, Абай атамыз туралы көптеген мінекей, көрдіңдер ме, журналдарда жазған екен. Журналдарда басылымдар көп. Және Абай атамыз көптеген театрларда, көптеген көшелерде және қалалардың атауын да біздің Абай Құнанбаевтың атымен атаған екен. Балалар, сендер Абай Құнанбаев туралы мектепте көп оқисыңдар, өлеңдерін жаттайсыңдар. Биыл сендер мектепке барасыңдар, е? Абай атамыздың өлеңдерін, байқаулары болады. Сендер қатысасың. Ұлылығын бәрі де мойындаған, бір өзіңе бас еді ұлы далаң, данасы да, дарасы да сен халықтың, өлеңіңді жатқа айтар барлық балаң. Дана Абай атамызды таниды ел, өлеңдерің адамға тәлім берер. Абай үні, Абай әні делінген, еске алумен әр түрлі кештер өтер. Қазағымның қуанышын бөліскен, мұңын да ол өзгелермен бір кешкен, тарихта ол үлкен із қалдырған. Ұлы Абай тағылымы шықпас естен.